Вакцинация туралы 3 қате түсінік. Миф. Иммунитеттің табиғи қалыптасуы оның вакцинация арқылы алғаннан көрі қауіпсіз. Шындық. Ауырған әрбір адамның ағзасында COVID-19 антиденелері түрлі уақытқа қалыптасады. Зерттеулер көрсеткендей, иммунитет қысқа болуы мүмкін. Вакцинация арқылы иммунитет қалыптастыруда оның табиғи қалыптасуына қарағанда қауіп аз. Өйткені COVID-19 жұқтырған жағдайда белгілердің қаншалықты ауыр болатынын болжау мүмкін емес. Миф. Вакцина бедеулікке ықпал етеді. Шындық. Екпелер репродуктивті функциялардың бұзылуын тудырмайды. Керісінше, коронавирус инфекциясымен ауырғандарда бедеулік немесе жүктілік кезінде асқыну қаупі болуы мүмкін. Миф. 60 жастан асқан қарт адамдарға COVID-19-ға қарсы вакцина салуға болмайды. Өйткені бұл олардың денсаулығына зиян келтіреді. Шындық. Вакцина егде жастағы адамдар үшін қауіпсіз. Дегенмен, иммундау алдында вакцинацияға қарсы көрсетілімдер бар жоғын тексеру үшін тексерістен өтіп, дәрігермен кеңесу керек.